Қазақстан. Мектебіміздегі түрлі сайыстар мен білім додаларында үздік нәтижеге қол жеткізген талантты оқушыларымызды таныстыратын бағдарлама. Осы бағдарламамыздың бүгінгі жұлдызды қонағы Қосмұханов Тұрар. Сәлеметсіз бе, Тұрар? Сізді көргеніме қуаныштымын. Ең алдымен таныса өтсек, менің аты жөнім Ерлік Бесімерім. Өзіңіз жайлы айтсаңыз. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Жалпы өзім жайлы қысқадан нұсқа айтатын болсам, осы дебат саласында Қызылорда облысының үздік оратор болып есептелемін. Тұрар, сіз дебат жайлы қашан естідіңіз және де кімнен? Дебат жайлы мен ең алғаш осы Мыржақов Әсет деген ағайымыз бар. Сол кісі осы қызығушылығымызды ашып дебатқа тартқан, және де бір қызық жайт, мен ол кезде мектеп ішінде дебат ойнап көрмегенмін. Бірден 30-шы мектепке жарысқа кеткен болатынбыз, және де сол жарыста осы аймақтық жарыс болғандығын, сол аймақтық жарыстан бірінші орын алып ауданға шыққан болатынбыз, ең бірінші жарысымда. Сіздің ойыңызша дебат ер баланың рөлі қандай? Жалпы дебатта үстемдік ететін қағидат бұл бізде теңдік қағидаты. Яғни ол қыз болып бөлінбейді, барлығы тең дәрежеде жүреді. Дебат жайлы не айта аласыз? Жалпы дебаттың адам бойына беретін қасиеттері өте зор. Өзімді мысалға келтіретін болсам, жалпы мен осы дебат саласында өзімнің ораторлық қасиетімді ашқан болатынмын. Және де сол ораторлық қасиетім маған тек дебат саласында ғана көмектеспеді. Яғни осы қоғамдық өмірге бейімделуде, жалпы басқа салалардағы жарыстарда осы ораторлық қасиетім маған өте көп көмегін тигізген болатын. Тұрар, сіз дебат сайысында әділетсіздікті байқадыңыз ба? Әділетсіздік, шыны керек байқадым. Жалпы осы алдыңғы айда өткен, яғни 24 қазанда өткен облыстық кезеңде біз негізі республикалық кезеңге сақадай сай тұрғанбыз. Басындағы үш ойынды ұтып, полуфиналға 125 хайскул дейтін қалалық мектеппен шыққан болатынбыз. Және де сол қалалық мектепті біз жеңіл түрде жеңген болатынбыз. Бірақ ол кезде бізді судья қысып, бізді ұшырып жүрген болатын. Тіпті парламентариян барлығы маған келіп, сендер неге финалға өтпедіңдер, сендер қалай өтпей қалдыңдар деген сұрақтар қойды. Және де сол кезде мен тыныш қана бардым да судьяға айттым, неге бұлай болды деп. Және де ол кезде ол кісі маған айтар сөзін таппады. Сіздің ойыңызша дебат ер баланың рөлі қандай? Жалпы дебатта үстемдік ететін қағидат бұл бізде теңдік қағидаты. Яғни ол қыз болып бөлінбейді, барлығы тең дәрежеде жүреді. Дебат жайлы не айта аласыз? Жалпы дебаттың адам бойына беретін қасиеттері өте зор. Өзімді мысалға келтіретін болсам, жалпы мен осы дебат саласында өзімнің ораторлық қасиетімді ашқан болатынмын. Және де сол ораторлық қасиетім маған тек дебат саласында ғана көмектеспеді. Яғни осы қоғамдық өмірге бейімделуде, жалпы басқа салалардағы жарыстарда осы ораторлық қасиетім маған өте көп көмегін тигізген болатын. Сәлеметсіз бе, Жібек? Бүгін сізге дебат жайлы бірнеше сұрақ қойып өтсек. Сәлеметсіз бе, Әрине? Ең бірінші өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Менің атым Хамидолла Жібек, мен Тайбет Күмітбаев атындағы номер 2 мектеп лицейінің 10-шы сынып оқушысы және мектеп президенті болып саналамын. Жақсы, енді сұрақтарға көшейік. Пікірталас өнеріне енді қадам басқан жас буынға қандай кеңес бересіз? Жас дебаттерлерға берер кеңесім, дебат ойыны кезінде міндетті түрде қырарды дұрыстап түсініп алу қажет. Және де дефиниция, статистикалық мәлімет, және де аргументтерді нақты фактімен алып келіп дәлелдеп әкелуіміз керек. Және де ұмытпайтын жайт, дебат пікірталас ойыны ол ақиқат ойыны емес, парламентарияға өзінің айтқан сөзін сендіру ойыны болып саналады. Сізге пікірталас кезінде қиындық тудырған жайттар болды ма? Маған пікірталас кезінде қиындық тудырған жайттар болмады, бірақ алғы айда аймақтық кезеңнен аудандыққа өтіп, аудандықтан облыстық кезеңге өтіп, сол кезеңде әділетсіздіктің есі шыққан болатын. Жақсы, рахмет, сұхбатыңызға көптен көп алғыс айтамыз. Сәлеметсіз бе, ағай? Студиямызға қош келдіңіз. Бүгінгі сұхбат дебат жайлы болмақ. Ендеше сұрақтарға көшсек. Ағай, сізге оқушыларыңызды пікірталас өнеріне үйрету кезінде қиындықтар туындады ма? Ең бірінші саламатсыздар ма? Бүгінгі бағдарламаға шақырғандарыңызға көп рахмет. Әрине, дебат ойындарына оқушыларды
дайындау барысында қай жерде қиындық туындайды. Біздің мектебіміздегі жақсы пікір дебат клубы, ол клубта көптеген мектебіміздегі белсенді оқушылар бар. Оқушыларды іріктеу кезеңінде оқушыларды аудандық, облыстық сайыстарға дайындау барысында қиындық тумайды емес, туындайды. Дебат деген күнделікті ізденісті қоғамда болып жатырған жайттарды, қазіргі таңдағы актуальны қоғамдағы, әлемдегі жайттармен тікелей байланыста отырып, тікелей сол жағдайларға байланысты мағлұмат жинап отырып, яғни дебат деген дүние күнделікті ізденісті талап етеді. Рахмет. Дебат клубына биылдан бастап жетекші болыңыз. Сізге қандай пайда тигізді? Әрине, ең бірінші дебаттың пайдасы өте көп. Дебат арқылы балдар өздерінің сөйлеу шеберлігін дамытады. Дебат арқылы жан-жақтарына көптеген достар жинайды. Қазіргі біздің жақсы пікір фракциясындағы дебатқа қатысатын оқушылардың ауданда, осы ауданымыздағы елді мекендерде, облыстық көлемінде достары көп. Ол енді оның өзі жақсы бір пайда деп ойлаймын. Ал тікелей жетекшіге келетін болсақ, оқушылармен бірге дайындық барысында көптеген мағлұматтарды біліп, өзімізді басқа түрлі қырымызды тани бастадық. Сұхбат бергеніңіз үшін көп рахмет. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Сәлеметсіз бе апай, бүгін сізге дебат жайлы бірнеше сұрақ қойып өтсек. Ең бірінші өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Әлментаева Айша. Мен дебат бойынша орыс тілді лигасының жетекшісімін. Енді сұрақтарға көшсек, дебат өнеріндегі ең басты қағидалар қандай деп ойлайсыз? Менің ойымша, дебатта ең бірінші қағида ол көпшіліктің алдында өз ойыңды ұялмай толықтай жеткізу және тек қана фактімен, аргументпен сөйлеп қорғап шығу. Дебат, яғни пікірталас ұғымын қалай түсінесіз? Дебат ол құрылымдалған және арнайы ұйымдастырылған қоғамдық пікір алмасу, немесе екі жақтың өзекті мәселелер бойынша пікірталас. Дебат, менің ойымша, екі тараптың өз ойларын сенімділікпен қорғап шығу. Жақсы, сұхбатыңызға көп рахмет.